2002 жыл жалпы қазақ елінде тұңғыш президент күні мейрам болып аталып өтпегелі. Жалпы қазақ тарихындағы орны Назарбаев жай жұмысшы металлургтен елбасыға дейінгі өмірін айта кетсек, әңгімемді бастамас бұрын лайк басып комментарий жазып кетсеңіздер, каналға жазып айрық қоңырауға бассаңыз жарымды уақытлы біліп отырасыздар. Ал әңгімемді бастайық. Жалпы Назарбаев әрине ерекше тұлға және қазақ тарихында соның ішінде 80 жылдан бастап айрықша рөл атқарып көптеген оқиғалар болды. Яғни 80 жылдың екінші жартысынан бастап 86-дағы оқиғалар, кейінгі 90 жылдардағы кеншілердің көтерілісі, көптеген кеңес үкіметінің іріп-шіріп құлап атқан кезі. Әрине Назарбаевтың бір жақсы жерлері айта кететін, көптеген кеңес одағынан шығып атқан елдердің көбісі асыға шықты. Сосында шаруалардың көп елдерде азаматтық соғыс болды. Тәжікстанда, Грузияда, Молдовада, көрші өзбектерде де, яғни шағын болса да көтеріліс болып, көптеген адамдар Ауғанстанға қашуға мәжбүр болды. Осылайша Қазақстан соңғы әдейі кейін соңғы алып шығып, біз Россияның өзінің тәуелсіздігін алып шығып кеткеннен кейін соңғы болып, әрі валютамыз сол рубльден де, яғни рубль аймағынан да ең соңғы болып шықты. Өйткені кейбір саясаткердің ойлар пікірлері бойынша біз қазақтар өз жерінде өздері аз болып, 40%-тен шамалы азақ 50%-ке де жете алмайтын еді. 30 жылда бір алланың сыйы шар, қазақтар жақында 70%-дан асты өз жерінде, яғни көпшілікті құрайды деген. Осылайша Украинадағы соғыстағы емес, орыстардың қатты қақтығысын жай ушусыз осы жағдайға алып келіп, қалаларда қайтадан қазақтар өз жерінде екенін сезініп көпшілікке айналып, әрі орыстардың да қатты ашуына тимей, соңғы Украинаның администрация, яғни әкімшілігінің президенттің кеңесшісі Алексей Арестовичтің айтқан сөзі бар: украиндықтар сонша Европаға жақындаймыз деп өздерін орыстың ағайын екені қатты ұмытып кетті. Әрі орыстың нықтылығын, сосында соғыстың тез басталуының себебі. 90 жылдар Қазақстанның жағдайы әрине мүшкіл болғанмен де көп үлкен реформалар жасалады. Яғни Назарбаевтың бір жақсылығы, көптен коммунистерді тыңдамай, жас бизнесмендерді еріксіз оларды үкіметтің басына келуге мәжбүрлеп, солардың арқасында үлкен керекті реформалар жасалып қалды. Кезіндегі бүкіл қаржы, банк салаларындағы Жандосов, Марченко, басқа да адамдардың арқасында қаржылай реформалар өтті. Және көптеген кеңес одағындағы өз заманынан, яғни қалып қойған заводтардың көбісін қажет етпейтін амал жоқтан жапты. Көп адамдар өкінеді, негізі кеңес одағындағы жақсы заводтар болды. Шынына келгенде көбісі дұрыс пайда алып келген жоқ, әрі өз уақытынан қалып қойған заводтар болды. Соның бір дәлелі Өзбекстан уақытында реформа жасамай, әрі алып қалып, әлі сол келе жатыр, әрі экономиканы тежеп келе жатыр. Яғни өнімдері көптеген елдің басқа заводтардың өнімдеріне қарағанда артта қалған, әрі сапасы жөнінен де. Сондықтан қазақтарға қиын болса да уақытлы реформалар жүр. Қиын кезде бастан ертерек өткізіп жіберді. Яғни жалпы теңгенің шығуы, 93-тегі конституция, ол бір үлкен демократиялық кез деп айтуға болады. Ол кездердегі бүкіл билік Назарбаевтың қолында емес, яғни парламент арқылы ақылдаса келе шешетін еді. Кейін 95 жылдардан кейінгі екінші конституция қабылдағаннан кейін, яғни президентке үлкен көп жауапкершілік керек және тез шешім қабылдау керек деген сылтаумен биліктің көбісін өз қолына түсті. Осылайша жайлап 30 жылда толыққан билік 100% өз қолында екен. Қазақта түсінбей қалды қалай жеткен. Ежелгі римдіктер айтатындай, билік адамды аздырады, шексіз билік адамды шексіз аздырады. Осылайша шексіз билік шексіз аздыр. 2001 жыл, 2002 жылдардан бастап Ресей, көрші Ресейдегі жағдайларға қарап, яғни сол жылдардағы Ельциннің қарамағындағы көптеген миллиардерлер, олигархтар қоршаған өз биліктерін жасап, Ельцин мүлдем шешім қабылдаудан қалып, биліктің бар толық ықпалын көптеген миллиардерлер қабылдады. Соның үрейленген кезінде сол министрге алып келген Қазақстандағы көп министрлерді шеттете бастады. Соның бір дәлелі сол Әбіләсовтерді, Болат Абилев, Мұхтар Жәкішев деген көптеген бизнестен келген тұлғаларды биліктен шеттетті. Әрі кейін ойлана келе бизнестерінен де шеттетті. Бір министрдің қалжыңдағаны бар, яғни Қазақстанда байлық қан арқылы беріледі, яғни қайнатасынан күйеу баласына дегендей. Әрі сол кездердегі өзінің екі күйеу баласына билікке тарта бастады. Тарихтағы ең жас генералдардың бірі болды деп айтуға болады. Яғни Рахат Әлиев 25 жасында қаржы полициясының генералы болды. Кейін бүкіл КМБ-ның төрағасы болып тағайындалды. Ал Көлебаев тек ұлттық компаниялардың төрағасына тағайындалды. Әрі 2000 жылдары мұнайдың бағасы шарықтап кеткен еді. Бір сарапшы айтып, жалпы мұнай газ қазақтың бағымы әлде сорма деп. Бұрынғыдай үлкен реформалар қажет еткен жоқ, әрі демократиялық жоқ. Өйткені әр диктатор үшін демократиялық
социал сонымен даму ауысымды жүйе қажет емес еді. Сондықтан көптеген реформа жасаған бизнесмендерді алып тастап өзінің ыңғайлы адамдарды қоя бастады. Әрі ол адамдарға мұқтаждар емес еді. Енді үкімет мұнай мен газдан жақсы пайда көріп отты. Сосын да бұрынғыдай даму жол қажет емес еді. Көптеген реформа әрі күштер құрылымын, яғни полиция мен әскерді өзінің сенімді адамдарын қоя бастады. Боласы КМБ-ның төрағасы осылайша бүкіл Қазақстан жүйесін, соның ішінде құрылым жүйесін бәрін, қылмыстық жүйенің бәрін осы шапырашшылар бастады. Яғни бір журналистің жазғаны бар: шамалғаннан кеткенмен ішіндегі шамалғаннан қаша алмады деп Назарбаевты. Барлық диктаторлар солай, яғни толық билік түскеннен кейін билікпен бөлісу қиын, әрі үрей болады. Биліктен әліп қалмайын ба? Кезіндегі сол 86-тағы жағдайлар өз-өзімен көптеген жағдайларда. Сосын да бұл жайлап сыртқы елдерден политтехнологтар тарта бастады. Соның бірі Ирландиядан алып келді, яғни Суперхан деген жобамен, кейін Ерлан Қаринмен және Марат Тажиннің елбасы деп оны өзгертті. Осылайша елбасы деген жоба дүниеге келді, халықтар табынуға алып келді, яғни елбасы деп атақ беріп Астананы да көшіру бір жақсы ұсыныс деп айтуға болады. Яғни сол 2000 жылдардағы көптеген қаражаттың жұмсалған, әрі солтүстіктің көбі қазақтар өзін Қазақстанда сезінген жоқ. 100% көбісі орыс, әрі орысша оқып жағдай. Қазіргі 15-20 жылда көп нәрсе өзгерді. Яғни қазақтар саны көбейді. Бүкіл оңтүстіктегі қазақтар солтүстікке көшті. Елдің тұрақтандырылуға және қазақтар тең солтүстікке көшуге мәжбүрледі. Үлкен даму алып келді. Яғни солтүстік оңтүстіктер мен орталықпен байланысты логистиканың дамуына, жалпы солтүстіктің дамуына да бір үлкен себеп деп айтуға да болады. Осылайша толық орыстанып кеткен аймақтардың көбісі қайтып қазақтарға келуі, бұл да бір сепаратист болмауына себеп деп айтуға. Жалпы әрине автократтық және демократияға ұмтылған жоқ, толық билікті беруді оңай емес. Сосын да кейінгі бүкіл сот жүйесін мүлдем жоқ қылды, тәуелсіз сот жүйесі құрды. Көптеген құрылымдар мәжбүр болды, әкімдерді өзі тағайындады. Көптеген мемлекет толық жүйе күйретті деп айтуға болады. Соның бәрі бір жақсы суреттеген ол Мұхтар Мағауиннің жазғаны. Жемқорлық бәрі әрине жаман. Ең басты Назарбаевтың жаман жасаған нәрсесі ол қазақтардың ниетін бұзды. Яғни әділеттік жоқ, әрі жемқорлық, әрі теңсіздік, бұның бәрі қазіргі қазақтардың ниеті бұзылып, байлыққа ұмтылып жағымпазды. Осы көптеген негативті жағдайдың бәрі әрине сол басқарған елбасыны кінәсі. Бұрынғыдай аңғалық қазақ емес, қазір қазақтың ниеті бұзылды деген жақсы сурет. Яғни тарихта бір аса тұлға өзін кезінде Абылаймен тыңдайды, Абылай ханмен теңейтін еді. Абылай хандай болатын мүмкіндігі болды. Шалып кет деген айқайлаумен, қаңтардағы қанды оқиғамен кетті. Яғни сырттан елбасы болып, дара тұлға сияқты көзсіз келгенмен іштей сол шағын шамалғанның кете алмай асып, яғни іштей үлкен дара тұлға болуға өзінің жігер қайраты жетпеді ме? Халқынан гөрі ағайын тумамен билік қымбат болды. Сосын да мемлекеттік құрылым күйрегесінде көптеген жағдайлар болды. Яғни заңның жұмыс істемегесін, әділетсіздіктен, Жаңаөзен жағдайы, кейінгі 16-дағы жер митингі, осы бәрі қаңтарға қалып келді. Назарбаевтың өзі кеткенмен ұжымдық Назарбаев қалды. Яғни сол жүйемен жұмыс істеп қалған көптеген мемлекеттік аппарат әлі өзгермесе, әлі де талай қаңтары болатыны сөзсіз. Яғни әлі де қазақ әділетсіздік сезініп келатқан жоқ. Сондықтан осындай жағдайлар қайталанбайтынына ешкім кепіл бере алмайды. Үмітсіз шайтан, бәрі де өзгереді деп ойлаймыз. Сондықтан еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, бұл өздеріңіздің ой пікірлеріңізді әрі қоңырауға басып жіберіңіздер. Уақытылы біліп отырасыздар шығарылып. Толыққанды тыңдағандарыңызға